танымал адамдардың өзі аяқ астынан хиджабтарын шешіп, сақалдарын қырып жатыр. Өздері айтады, бұған біз дайын болмаппыз, дайын болмай келіппін дінге деп. Шын мәнінде олар дайын болмады ма, әлде Қазақстанда қаржыландыру аяқталды деген сөз ба? Кез келген хайп ол 3 күннен кейін жоқ болады. 5 жасар қызға хиджаб кигізіп қойған. Бұл қаншалықты дұрыс? Дінге соқыр сеніммен келмеу керек. Қазақстан діни басқармасының контентінен гөрі әлеуметтік желіге шыққан уақытшылардың контенті қазір басымырақ бізде бәрібір. Өйткені шындыққа келейік. КМДБ-ның артында бірнеше адам тұрғандықтан бұл мәселеге белгілі бір ақпарат беру үшін оны зерттеу керек деп ойлаймын. Дінді негізі саясаттандыру қажет емес, себебі деген біздің еліміздің заңында да, конституциясында белгілеген, мемлекет діннен бөлінген, дін мемлекеттен бөлінген, яғни деген мемлекеттің жұмысына діни бірлестіктер араласпайды, діни бірлестіктің жұмысына мемлекет араласпайды деген сияқты. Бұл бұрыннан бар. 2011 жылы деген діни бірлестік туралы заң қабылданған кезде де бұл анық жазылған болатын. Жаңа конституцияда бұл деген арнайы бап болып енгізілді. Дін мемлекеттен бөлінген, мемлекет діннен бөлінген қағидасы. Сонымен қатар бізде деген ар-ождан бостандығы бар. Кез келген адамның дінге сенсе де, сенбесе де өз құқығы, өз еркі. Сондықтан бұл тұрғыда деген мен айта алмаймын. Қазір таңда осы белгілі бір тұлғалар дінді осылай саясиландырды, немесе мемлекетке саясиландырып әкелді деп. Бұл әр азаматтың қоғам алдындағы өзінің ой пікірі, өзінің ұстанымы деп білемін. Сондықтан ар-ождан бостандығы берілген. Ар-ождан бостандығы бойынша кез келген азамат өзі қай дінді ұстанса да, ұстанбаса да өз еркі. Бірақ басты маңызы мемлекет зайырлық қағидат ұстанады. Демократиялық мемлекет біз кез келген адамның діни көзқарасын құрметтейміз, сыйлаймыз және ол көзқараспен санасамыз. Түсінікті. Енді қазір бізде әлеуметтік желі қатты дамып бара жатыр, өзіңіз білесіз. Әсіресе бізде, мысалы, біздің аудиториямыз, жалпы Қазақстандағы тұрып жатқан әрбір адамның қолында қазір соцсеттер дейміз ғой, әлеуметтік желілер бар. TikToktан бастап, Threads, Instagram барлығын қарап отыр. Ол жерде небір уағызшылар бар, білесіз. Тырнақшаның ішіндегі уағызшылар да бар. Өкінішке қарай біз оны қазір фильтрден өткізіп жатқан жоқпыз. Дегенмен де адамның сондай ұстаздарды тыңдап, тырнақшаның ішіндегі ұстаздарды тыңдап радикалдана бастаған біз қалай білеміз? Бұл тұрғыда айтатын болсақ, адам бір күнде радикалданбайды ғой. Иә, ол контентті тұтыну мүмкін, тұтынады, ондай контентті тұтынатын адамдар бар, жоққа шығаруға болмайды. Себебі бұл платформалар әлемдік платформалар ғой, бүкіл жерде деген бүкіл әртүрлі әлемнен әртүрлі ақпарат таралып жатыр. Және оны деген бір адамды бір күнде радикалданып кету деп айту қиын. Бұл бірнеше ақпаратты тыңдап, бірнеше ақпаратты ой елегіне өткізіп, сол бір ұстанымға келетін адамдар. Ол бірінші кезекте белгісі деген оқшаулану белгісі байланады, жақындарынан, достарынан оқшауланып басады бірінші кезекте. Екінші кезекте олар деген бар ғой, шыдамсыздық болады, біреудің көзқарасына, діни көзқарасына, кейбір діни догмаларды мойындамайды, немесе заңдылықтарды мойындамайды, бір ұстанып қалған радикалды көзқарасты байқата бастайды. Ол бірден байқалмайды, жайлап келеді. Сосын сенімсіздік болады. Мемлекеттің саясатына, немесе деген жақындарын айтқан ақылдарына сенімсіздік пайда болады. Өзінің бір ұстанған бағытын дұрыс деп санайды, және өзінің оқыған материалдарын ақиқат деп есептейді. Бұл бірден болмайды. Жаңа айтқан этаппен бірінші кезекте ол жақындарына оқшауланып кетсе, екінші кезекте ол жақындарын ұстанған бір көзқарасына қарсы шығып бастайды. Одан кейін ата-анасымен араласпай қалатындар бар мысалы. Одан кейін ол көзқарасты мойындамай ұрысып айқайласатын кезеңге жетеді. Одан кейін бөлектеніп өзінің бағытына кетеді, және деген берілген заңдарды мойындамайтын кездерге туындайды. Бұл деген жаңағымыз интернеттен алған ақпараттың күшейгені деген сөз, немесе оқыған тұтынған материалдың әсер етіп отырған деген сөз. Бұл тұрғыда егер осындай бір жақындарының арасында көрген жағдайда, бұл адамды деген менің айтады, маған қатысы жоқ, бұл адам өзімен өзі жүре берсін деп қажеті жоқ. Бұл адамды бірінші кезекте жалғыз қалдыруға болмайды, себебі бұл адам көмекті қажет ететін адам, себебі радикал түрі жақсылыққа апармайды. Ол негізі бір адамға, болмаса бір қоғамға байланысты зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан деген арнайы мамандарға жүгінген дұрыс. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында деген 110 номері бойынша деген арнайы мамандар деген жауап береді. Бұл жерде психологтар бар, теологтар бар. Сол мамандарға хабарласып, жаңағы кісінің контакттарын беріп, сол мамандармен сөйлескен жөн. Себебі ол мысалы айтады ғой, ауруды тек қана деген емші ғана қайтарады дейді, немесе дәрігер қайтарады дейді. Асқанып кетпей тұрғанда сол бағытты білетін адам оны түсіндіріп, дұрыс жолға салған дұрыс деп ойлаймын. Енді заңдық тұрғыдан айтайықшы, мысалы діни ағымдарды, мысалы насихаттағандар, жат ағымдарды насихаттағандар заң бойынша қандай жазаланады, қалай жаза бар? Бұл қылмыстық кодекстің 256 бабында нақты жазылған. Қылмыстық 250
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 256 бабына сәйкес терроризмді, экстремизмді насихаттау, үгіттеу ол деген бас бостандығынан айырылады, 5 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Және деген әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 453 бабына байланысты айыппұл салынады. Бұл қандай деңгейде үгіттеді, қандай дегенде насихаттады, соған байланысты ғой. Бұның артында үлкен жауапкершілік бар. Неге бұл? Біріншіден, бұл қоғамның үлкен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қабылданған шаралар ғой. Сондықтан деген кез келген осындай бір теріс ағымды насихаттау, үгіттеу ойына келген болса, кез келген азамат, оның артында қандай жауапкершілікке мен дайын ба, дайын емеспін ба деген сұраққа жауап беру керек. Себебі қазіргі таңда 5 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айырылу үлкен не деп есептелемін уақыт. Сонымен қатар жауапкершілік, қылмыстық жауапкершілік 14 жастан бастап. 14 жастан бастап, егер сондай бір ауыр қылмыс жасаған болса, ол жауапкершілікке тартылатын болады. Сондықтан оны ескерген жөн деп ойлаймын. Соңғы кезде танымал адамдардың өзі аяқ астынан хиджабтарын шешіп, сақалдарын қырып жатыр. Өздері айтады, бұған біз дайын болмаппыз, дайын болмай келіппін дінге деп. Шын мәнінде олар дайын болмады ма, әлде Қазақстанда қаржыландыру аяқталды деген сөз ба? Мен қаржыландыру аяқталды деген пікіріңізбен немесе келіспеймін. Себебі мен ойлаймын, ол деген әр адам өзінің өмірінде бірнеше этаптардан өтеді деп. Мысалы, адам дүниеге келуге деген 9 ай ғой, сол сияқты бірнеше этаптан өтеді. Адам деген бір дінге дайын болуы мүмкін. Бүгін басқа көзқараста мүмкін, ертең өзге көзқарастың және жетілу ерекшеліктен мүмкін да. Мысалы, кәмелетке толмаған кезде ол ұстануы мүмкін да, сол дінді соны дұрыс деп санауы мүмкін. Бірақ ересектеп келіп, зерделеп келіп, оның жанына ол жақын болмай қалған түсіну де мүмкін да. Сондықтан ол азаматтың өзінің жеке қабылдаған шешімі де ойлаймын да. Бұған ешқандай қаржыландырумен байланыстырмаймын, бұны негізі бар. Себебі ететін болсақ, қаншама азаматты қаржыландыру керек болады. Бұл негізсіз ақпарат деп негізі өз басым, жеке басым есептеймін. Соған қарамастан бізде дегенмен де қаржыландыру жүрген кездер болды ма? Ондай фактілер анықталды ма? Ондай фактілер нақты анықталған жоқ. Себебі анықталған болса деген ол ақпараттық көздерден айтылатын болатын еді ғой негізі. Бірақ бұл деген жаңағы айтып отырмын, сіз айтқан үрдіс ол адамның қазір қоғамның мүмкін деген қалыптасқан іс-әрекетіне немесе қалыптасқан бір трендке байланысты болуы мүмкін, пікіріне байланысты. Өйткені қазір былай қарап отырамыз ғой әлеуметтік желілерді. Негізінен аяқ асты байып кететін адамдар болады. Аяқ асты жаңағыдай бірден сосын адамдар айтады, мынау бір басқа ағымға кіріп кеткен бе, неге аяқ асты байып кетті деп өзінің жанындағылар, көршілері түсінбей жатады да осындай оқиғалар. Сондықтан бұл бір жағы біздің жаңа әлеуметтік желілерді қарап отырып дайындаған сұрағымыз болды. Бұл да дұрыс шығар. Просто бұл адамдардың пікірлері ғой, мысалы. Байғанда да ойлайды ғой, жаңа әлеуметтік желі бір күнде ештеңе болмайды ғой. Оның мүмкін ол этаппен келген деңгей шығар, бірақ оны көрмейді. Адам ешқашан да өзінің қиындық деңгейін жұртқа көрсетпейді ғой. Бізде бар ғой, өзінің осал тұстарыңды ешкімге көрсетпе деп айтады ғой. Сондықтан осал тұстарын көрсетпейді де жетістікке жеткен кездегі өзінің деңгейін көрсетеді. Әлеуметтік желінің тенденциясы сол ғой негізі. Бірақ соны көрген адамдар ол осы жерге түсіп кетті, ол біргелі бір қолдау алды деп ойлап қалады да. Бірақ оның қандай жолмен келгенін ешкім білмейміз ғой. Жаңағыдай ол ауыстыру, шешуді, оның қандай шешіммен оны қабылдағанын да біз білмейміз да. Біз олай ойлаймын, мен жеке ойым, адамның өзінің ой өзгеруі деп ойлаймын да. Дүние танымның өзгеруі, мираздание деп айтамыз ғой орысша, дүние танымның өзгеруі. Адам басқа бір дүние танымда болды, оның мүмкін достары ауысқан шығар, қасындағы жақындарының дүние танымы ауысқан шығар, адам ересек деңгейде қабылдаған шығар басқа бір дүние. Сондықтан мен ойлаймын, ол дүние танымның өзгеруі адамның. Енді біз жалпы жиі айтамыз, жастар біздің болашағымыз деп. Қазақстанда жалпы жасөспірімдерді радикалды экстремист топтарға тарту фактілері кездесіп жатыр ма? Енді мүлдем жоқ деп айта алмаймын. Бұл әлемдік тенденция. Негізі деген қазір деструктивті контент өте көп, интернет желісінде де көп, платформаларда да көп, жастардың қызығушылығы бар. Бірақ бұл қызығушылар қалай деп айтамын? Қазір мысалы айтатын көптеген каналдар бар, жабық каналдар бар, жабық аккаунттар бар. Байқамай деген сол аккаунттар тұтынуы мүмкін ол жастарды, және деген оны деген ата-аналар да білмеуі мүмкін. Бірақ осы жастарды деген осылардан алдын аламыз деген кезде, бірінші кезекте бұл мектеп болып,
немесе деген қоғам болып, ата-ана болып профилактика әсерді жақсы дамыту керек біз деп ойлаймын. Себебі мысалы өзіңіз мысал ретінде айтатын болсақ, кез келген ағаштың тамыры қандай терең болса, ол ағаш кез келген дауылға тұра алады. Біз Астанада күн қалай жел болғанда да қисайып тұра береді ғой ағаштар. Сол сияқты ол жасөспірімнің сол деген кез келген дамуға, деструктивті радикалды контентқа деген иммунитетін қалыптастыру үшін бірінші кезекте оның тамыры жақсы болу керек. Тамырын беретін ол бірінші кезекте ата-анасы, жақындары, қоғам. Ол бірінші ұлттық құндылықтарды сіңдіру керек ол балаға. Ол баланың тарихын, ол баланың айтады ғой, психологиялық деңгейін жақсарту керек. Егер балаға еркіндік берсе, жасөспірімге еркіндік берсе, ол деген ақпаратты деген интернетте берген ақпарат тұтына берсе, және оны ешкім қадағаламаса, және оған белгілі бір бағыт-бағдар бермесе, ол бала әрине радикалды бағыттағы көзқарасқа тұтынып, немесе деструктивті ағымдардың жетегіне еріп кетуі мүмкін. Бірақ соның алдын алу қоғам болып біздің жауапкершілігіміз. Ата-ана ретінде, мен өзімде ата-анам, ата-ана ретінде біздің жауапкершілігіміз, жақындарымыз ретінде біздің жауапкершілігіміз, және мемлекет те бұл жағында профилактикалық көптеген іс-шаралар қабылдап жатыр. Тек қана бүкіл шара мысалы мектепке немесе оқу орнына жауып қоймай, бірінші кезекте мен ата-анам ретінде балам қандай контентті тұтынып жүр, және оған ол қандай көңіл күйіне қандай әсер беріп жатыр. Кез келген ата-ана баласының көңіл күйінің өзгергенін байқайды ғой. Жас болсын, біз айтамыз ол переходный возраст деп орыс тілінде айта саламыз да, өтпелі кезең деп. Бірақ сол өтпелі кезеңнің де бір себептері болады ғой. Ашу шаншықтың оны бөлек оқшауланбай, ол баламен сөйлесіп, ол баланың интернетте қандай ақпараттар тұтынып жүргенін қадағалаған жөн. Себебі кеш болып қалуы мүмкін. Себебі өсіп кеткен бала, қалыптасып кеткен бала жаңағы ағаш сияқты, оны деген түзесең де түзелмейсің. Сондықтан кішкентай кезінен, жасөспірімнен кезінен бастап ол баланың не тұтынып жатырғанын, кімдерді тыңдап жатырғанын, кіммен араласып жүрген, ортасында қандай тақырыптар талқыланып жатырғанын біліп араласып жүрген жөн. Себебі кішкентай бала ол деген жасырмайды, кішкентай кезде барлық мәселені жауап береді ғой. Не сұрасаң да бәрін айтады. Өсе келе біз деген айтамыз, олар деген өтпелі кезеңде жүр деп сұрамаймыз ештеңе. Бірақ сол сұрамаған әсерінен біз деген ауруды асқындырып аламыз, жоғалтып аламыз. Жасөспірім жалпы дінді қалай таңдаған дұрыс? Ата-ананың көзқарасымен бе, әлде өз кәмелетке толғаннан кейін шешім қабылдаған дұрыс па? Өйткені осы жақында ғана қарадым мен әлеуметтік желіні, 5 жасар қызға хиджаб кигізіп қойған. Бұл қаншалықты дұрыс? Мен енді қаншалықты дұрыс деместен бұрын, әр адамның, ата-ананың дінге өзінің бағыттағы құқы бар деп ойлаймын. Бірақ мен өзі жеке объективті пікірім, дінге соқыр сеніммен келмеу керек. Дінге бірінші кезекте зерттеп, заң жақты санасымен, ой түйсігімен келген дұрыс деп ойлаймын. Себебі соқыр сеніммен келген бала ол ұзаққа бармайды. Ол немесе радикалданады, немесе ол баланың өзінің жан дүниесі деген жоғалады деген сөз. Сондықтан бізде ар-ождан бостандығы деген не үшін деген 18 жаста кәмелетке толған кезден бастап ар-ождан бостандығы берілгені, себебі әр адамның өзінің таңдау құқығы болу керек деп ойлаймын. Және деген айтып тұрмын ғой, оны жан жақты өзінің ой түйсігімен, сана сезімімен қабылдап, сана сезіммен ұстанған дұрыс. Сол кезде ол қоғамға да өзіне де пайдасы тиеді. Ал соқыр сеніммен осыны ұстанасын, осы сенікі дұрыс деген, ол бала робот емес қой. Ол бала ертең сұрақ іздейді. Сұрақ іздеген кезде оның сұрағына жауап беретін дұрыс адам қаншалықты қасында болады деген дұрыс. Сол кезде ондықтан ол балаға білімге, ғылымға, немесе дінді де өзін зерттеу ретінде бағыт берген дұрыс деп ойлаймын. Бірақ айтам, қазір ар-ождан бостандығы болғандықтан әр ата-ананың өзі құқы бар. Баласына қандай тәрбие беруге, қандай дінді ұстануға, ұстанбауға. Мен жеке өзім жаңа айтып кеткен пікірім, бұл мен ойлаймын дінге оймен, үлкен санамен тұрғыда келу керек деп ойлаймын. Жан жақты зерттеп келу керек. Ол деген бүгін барып ертең өзгеріс алатын дүние емес қой. Ол адамның жан дүниесіндегі нәзік сезім, нәзік құбылыс. Сондықтан оған жан жақты келу керек. Түсінікті. Енді біздің мынау діни мәселелерді реттейтін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы деген орган бар. Орган деп айта аламыз ба? Діни бірлестік. Діни бірлестік бар. Енді бұл бірлестіктің миссиясын өзгерту керек деп ойлайсыз ба? Жұмысын? Мен жаңа сөздің басында айтып кеттім ғой сізге, мемлекет діннен бөлек, дін мемлекеттен бөлек деп, діни бірлестікте мемлекеттен бөлек. Бірақ деген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ол үлкен
миссияны атқарып келе жатыр деп ойлаймын. Мен өзім жеке пікірім, себебі ол жерде деген бұл діни бірлестіктің басты бағыты деген ханафи мазхабын ұстанады, және бұл мазхабта ұстанған адамдарға ақпараттық тұрғыдан көп ақпараттар береді, уағыз насихат жұмыстарын жүргізеді, қайырымдылық қорларын жүргізеді деймін да. Бірақ миссияны өзгерткенде қалай өзгертуге болады деген сұрақты кез келген мысалы сұрақты қойғаннан кейін альтернатива ұсыну керек қой. Иә, КМДБ-ның миссиясын өзгерту керек деп кез келген адам айтуы мүмкін да, мен де айтуым мүмкін азамат ретінде. Бірақ ол діни бірлестік миссиясын қай бағытқа өзгерту керек деген сұрақ қою керек. Несі менің көңілімнен шықпай жатыр, қандай іс-әрекеті менің көңілімнен шықпай жатыр деген сұрақ қою. Менің ойымша қазіргі таңда ол діни бірлестік өзінің миссиясын орындап жүр деймін. Бірінші кезекте ол ақпараттандырып жатыр, қайырымдылық қорлар да бар олардың, және діни білім беру жөнінде де өзінің Құран оқу медреселері бар, білімде, және олардың мамандары да үлкен жоғары, бұрын мысалы деген жоғары білімді теологтар немесе имамдар болмайтын болса, қазіргі кезде жоғарғы білімді имамдар бар. Бұрын медресені бітірмей, университет, Алиасқарды бітіргенде имам теологтар бар да. Сондықтан ол миссиясын мысалы бізге көзімізге көрінбеуі мүмкін миссиясы, бірақ жаймен өзінің жеткілікті деңгейде атқарып келе жатыр деп. Бірінші кезекте ол біздің қазір қоғамдағы тұрақтылықтың көзқарасы. Кез келген діни мейрамның тұрақты түрде өтуі, кез келген мейрамның белгілі бір резонанстық оқиғасыз өтуі. Бұл КМДБ-ның істеп отырған еңбегі деп ойлаймын. Себебі жақында ғана Құрбан айт болды, мерекесі, бәріміз тойлаған болатынбыз, ел болып, жер болып. Мен ойлаймын, ол жерде үлкен бір тойланбай қалмаған немесе деген белгілі бір жағдай жасалмаған мәселе болған жоқ. КМДБ деген өз шеңберінде деген айт намаздарын да өткізді, халыққа деген түсіндіру ақпаратын да жеткізді деп ойлаймын. Бұның оның еңбегі бар. Я мүмкін деген жетілдіру деңгейлері бар шығар. Бірақ оны жайлап ол бірлестік, біз айтып тұрмын ғой жақында, мемлекеттік деңгейде біз діни бірлестіктің жұмысына араласпаймыз, бірақ діни бірлестік өз деңгейінде жұмыс жасап жатыр деп ойлаймын. Түсінікті. Енді бұл сұрақ неге қойып отырмын? Өйткені қазір енді әлеуметтік желіге қайтып ораламыз. Өйткені әлеуметтік желіде жаңағы неше түрлі уағызшылар бар. Қазақстан діни басқармасының контентінен гөрі әлеуметтік желіге шыққан уағызшылардың контенті қазір басымырақ бізде бәрібір. Өйткені шындыққа келейік. Біз осы жағдайды қалай реттей аламыз? Мүмкін бір өзгерістер керек па? Мүмкін әлеуметтік желіде белсендірек болу керек па? Кейде жаңағы бір белгілі бір мәселелерге ұзақ уақыттан кейін жауап беріп жататын, 2-3 күннен кейін жауап беріп жататын жағдайлар кездесіп жатады. Бұл неге бұлай болып жатыр? Жаңағы сұрақта айтып отырсың, кейбір мәселелерге КМДБ-ның кешігіп жауап беру деп айтып жатсыз ғой, бұл деген аудиторияны жоғалтып алу деп айтуы мүмкін. Сол пікірді айтып отырған шығарсыз да. Я мен де бұл пікіріңізді, мен ойлаймын, бұл пікір тектен-тек шыққан жоқ деп. КМДБ, яғни ол резонанстық сұраққа тез әсер ету мүмкін еді. Бірақ КМДБ-ның артында бірнеше адам тұрғандықтан, қазірдің Қазақстан Республикасының көптеген азаматтар ислам дінін ұстанғандықтан, бұл мәселеге белгілі бір ақпарат беру үшін оны зерттеу керек деп ойлаймын. Зерттеп, тиянақты ақпарат беру керек. Себебі қате ақпарат берсе, қате ақпаратты халық кешірмейді. Сондықтан КМДБ кешігіп жауап беретін себебі ойлаймын, ол ақпаратты мүмкін зерттейді шығар деп. Екінші, жаңағы уағызшыларға айтқатын кез, неге мен өзім ойлаймын, ол уағызшылардың тыңдаушылары көп. Себебі ол уағызшылар адамға жағымды бар, хайп мәселесіндегі тақырыптарды көтереді де, сөйтіп аудиторияны жинайды. Өтірігі бар, шыны бар, араластырып сол аудиторияны жинап алады да, сол аудиторияға құлағына жағатын ақпаратты айтады да. Құлағына жағатын ақпарат айтқасын, адам қандай ол, қай ақпарат жағады, қай адам жақсы сөздер айтады, сол адам жақсы деп қабылдайды ғой. Бұл тұрғыдан біз айтамыз ғой, поверхностный деп орыс тілінде айтамыз ғой. Бет алды қарап керек ме сондай контенттарға? Себебі деген оның артында не тұрған? Мысалы, хайп жинап айту мүмкін, жаңағы 4 әйел алу, 5 әйел алу мәселесіне байланысты айтады ғой біздің қазір хайп тақырыптар ғой. Бірақ оның артында деген қандай тұр? Неге КМДБ-ның уағызшылары деген ондай тақырыптарды көп талқыламайды дейміз? Себебі олар ақпаратты жан-жақты береді. Заңнамаға сәйкес, шариғат заңдарына сәйкес береді. Бірақ кейбір адамдарға ондай нақтыланған жауаптар ұнамайды. Кейбір адамдарға сондай өзі не естігісі келеді, соны тыңдағысы келеді. Бірақ ол өмірдің бәрі сен естігің келетіндей ақпаратта болмайды ғой. Сондықтан мен ойлаймын, КМДБ-да да қазір жақсы контент ұсынып отырған имамдар, теологтар бар. Оның бірі Нұрлан Байжігітұлын айтуға болады, қаншама адам қаралымы бар да. Сол сияқты деген бар ғой. Әлі олар дамиды деген түсіндемін, бірақ әр адам діни ақпарат іздеген кезде хайпқа емес, өзіне деген жағатын ақпаратты емес, нақты ақпарат беріп отырған, кім беріп отырған соны қарау. Мысалы, аккаунтқа кіргенде жазылып тұрады ғой, кім және қайдан білім берген. Бұл кісінің білімі бар ма?
ондай ақпарат беретіндей құқығы бар ма? Мысалы кішкентай балаға, мысалы кішкентай кезінен өсіп келе жатқанда қандай сұрақ қояды? Неге деген сұрақ қояды ғой. Кім және мама не мынау неге деп сұрақ қояды да. Әр адам сыни ойлап кез келген ақпаратты тыңдамас бұрын неге деп сұрақ қою керек. Неге бүйтіп айтып жатыр? Не үшін айтып жатыр деп сұрақ қою керек. Себебі деген үйтіп сыни ойлаудан сын елегінен өткізбейтін болсақ, біз берген ақпараттың бәрін тұтына беретін боламыз. Сол сияқты мен ойлаймын, олар қазір уақытша өтпелі кезеңде деп ойлаймын, бірақ адам есейе келе деген шешім қабылдайды ғой. Қоғамда есейеді деп ойлаймын. Қоғамда айтады ғой, сапалы ақпарат беретін уағызшыларға сапалы ақпарат беретін діни білімі бар теологтардың несіне контентіне келеді деген әлі ойдамын. Бұл айтады ғой, кез келген хайп ол 3 күннен кейін жоқ болады деп, сондықтан бұның да кезеңі өтпелі кезең шығар деп ойлаймын. Түсінікті. Дархан Әбдіктің мынандай бір сөзі бар: дін бар жерде ғылым дамымайды. Өйткені дін догма, ғылым ізденіс дейді. Осы пікірмен келісесіз бе? Мен келіспеймін. Себебі неге? Бірінші кезекте дінді деген ол бөлек құбылыс деп қарауға болмайды. Ол адамның бір тәні қандай болса, жаны да сол ғой. Дін ол жанның қажеттілігі, рухани қажеттілік. Және ол жанның қажеттілігін ойындамаған адам, ол деген басқа бір қажеттіліктерін белгілі бір деңгейде мойындайды деп ойламаймын. Сондықтан біз айтамыз, мысалы тарихта да ғылымды дамытқан тарихшы нелер бар ғой, Ибн Синаны айтуға болады, Әл-Фараби да болады. Қазіргі таңда дінді ұстанып әлемді ғылымды әлемге тартылып жүрген мемлекеттер бар. Мысалы Сингапур, Малайзия мемлекеттерін дін ұстанып отырып әлемдегі бір жаңалықтарды ашып отырған мемлекеттер бар. Сондықтан бұл адамның өзінің жеке жан дүниесіне байланысты деп ойлаймын. Жаңағы дін ол деген артқа шегіндіреді немесе артта қалады деген пікірмен мен келіспеймін. Ол адамның бір тұлға ретінде толыққанды қалыптасуына әсер ететін бір құрал ретінде қарауға. Бірақ адам өмір бойы білім алуға ұмтылу керек. Себебі Құранда қандай аятпен басталады? Құранда иқра деген аятпен басталады, оқы деген аятпен. Ол не деген сөз? Білім ал деген сөз да. Құранның өзі адамды білім алуға итермелейді. Кез келген мысалы дінді алсаңыз, Библияны ашсаңыз да кез келген ішіндегі бағыттарында адамды білім алуға итермелейді. Сондықтан дін адамды керге шектірмейді деп ойлаймын. Дін адамға білім алуға стимул береді. Және оны жан жақты түсініп зерттеген адам екі жақты да бірдей ұстай алады деп ойлаймын. Демек дін ғылымға кедергі келтірмейді. Кедергі келтірмейді. Себебі деген мен қазір қателесуім мүмкін, бір эмбрионның қалыптасу зерттеген ғалым бар ғой, Нобель сыйлығының иесі, 21 жыл зерттеген ғой. Сол кісі айтады ғой, егер мен деген Құранды зерттеген болсам, мен 21 жылым қанша жылға қысқарар еді деп бар ғой. Сондықтан мен ойлаймын, ғылымға дін ешқандай әсер етпейді. Адам ең бірінші кезекте өзіне не керек соны түсіне білу керек бірінші кезекте. Және қай бағытта бара жатырғанын түсінген адам, ол дінге де ешқандай бір кедергі болмайды. Себебі адам дінді ұстап жүріп, ділін де ұстап жүріп, жан жақты дамуға болады. Бастысы адам өзінің қай бағытқа бара жатырғанын түсіну керек деп ойлаймын. Деструктивті діни ағымдар негізіне көп жағында ұлттық құндылықтарды мойындамайды. Ұлттық құндылықтарға деген сөз тигізіп жатады. Бірақ кез келген адамның, кез келген ұлттың өзінің қалыптасуы оның ұлттық құндылығы. Ұлттық салт дәстүрі, оның өткен тарихы. Егер адам өткен тарихын білмесе, дәстүрін білмесе, ол адам бір адасқан не сияқты, адасып кеткен, далада адасып кеткен адам сияқты ғой. Сондықтан мен айтамын, деструктивті діни ағымдардың негізгі көздеген мақсаты да сол. Адасқан адамды кез келген өзінің айтқанын көндіріп ертіп алуға ыңғайлы болады. Бірақ егер адам өзінің қай жерден шыққанын, тарихын, дәстүрін білген адам өзінің кім екенін біледі. Және қайда бар жатырғанын біледі. Сондықтан мен айтам, бірінші кезекте бала тәрбиесінде дәстүрдің не екенін, ұлттық құндылықтың не екенін сіңіру керек балаға. Себебі біз мысалы басқа елге барғанда, шетелге шығып жүрік қой көбіміз. Шетелге шыққанда бірінші кезекте қазақ халқының өзінің менталитетін сеземіз. Біздің қонақжайлығымыздың сеземіз. Біз соны байқаламыз, және оның қандай деген ыстық екенін сеземіз да. Мысалы, ал басқа ұлттың да сондай өзінің несі бар. Әр ұлттың өзінің коды бар. Егер әр ұлт өзінің ұлттық құндылықтарын мойындап, сол ұлттық құндылық берген айталық жақсы жақтарын дамытатын болса,
ол деген ұлт деген бекерден неге қалмайды, құрдымға кетпейді. Себебі біз неге айтамыз, біз осы үлкен территорияны ұлт болып қалыптасуымыз біздің ата бабамыздың өзінің ұлттық құндылықтарынан. Себебі қуғын-сүргін кезінде бәріңіз білесіздер да, Қазақстан еліне қаншама деген өзге ұлттар келді да, өзге ұлттар келді, және оны қазақтарға олар адам жейтіндер, араласпаңдар деп оларға айтты да, бірақ біздің ата бабамыз ол айтқан өсек аяңға сенген жоқ қой. Оларға адам тұрғысынан қарады, адам тұрғысынан көмектесті да, қолда барын берді. Бұл біздің ұлттық кодымызда. Біз жанашыр халықпыз, біз эмпат халықпыз, біз адамгершілік халықпыз да. Соның тұрғысынан ол ұлттар қазір біздің Қазақстанға қандай үлкен ыстық сезіммен қарайды. 106 этнос пен 18 конфессияны бір территорияға сыйғызу ол үлкен еңбекті қажет етеді. Үлкен еңбекті. Себебі егер бір-бірімізге деген құрмет болмаса, бір-бірімізге сыйластық болмаса, толеранттық болмаса, бір-бірімізбен баяғыда қырылысып, бір-бірімізбен күніміз көре алмай қалуымыз мүмкін еді. Бірақ осы біздің ата-бабамыздың даналығы, әр адамды адам ретінде қабылдау, әр адамды сыйлау, осы құндылықтың арқасында біз осындай өмір сүріп отырмыз. Абай Құнанбаев өзінің сөзінде айтады: адамзаттың барын сый, бауырым деп дейді. Бұл нені білдіреді? Бұл айтады, кез келген адам бізге бауырым, кез келген адамға біз адам ретінде қарау керекпіз деген. Сондықтан ойлаймын, қазіргі таңда осы бірінші кезектегі қоғамның бірінші мәселесі бұл қоғам сіңіру, бұл ұлттық құндылықтарымызды сақтап қалу, және соны насихаттау, және ұлттық болмысымыздың бар ғой, біздің мінез құлқымыз, менталитетіміз осыны деген сол күйінде қалай ата бабамыз бізге жеткізді, сол күйінде қалыптастыру.